Бұл VR көзілдіріктердің ішінде сынып бейнеленген, сыныптың ішінде және де карта бейнеленген. Картаға кез келген обстановканы алып нанайс етуге болады. Биыл конкурсқа қатысу үшін 17 жұмыс ұсынылды. Эксперттік комиссия ол жұмыстарды өзектілігіне, ғылыми жаңалығына және баяндамашының өзінің баяндау мәнеріне, өз идеясы мен жаңалығын дәлелдеп, жеткізе білу қабілетіне қарап, сол жұмыстардың ішінде үздік деген 7 жұмысты іріктеп алды. Бұл жұмыстардың барлығы әскери қару-жарақ пен әскери техниканы жаңғыртуға және институттың оқу материалдық базасын арттыруға бағытталған. Бұл жұмыстардың ішіндегі аса маңыздылары келешекте профессорлық оқытушылар құрамының қолдауымен гранттық қаржыландыру аясында өткізілетін конкурстарға ұсынылады.